Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін сіздерге өріктің жасалу жолын көрсететін боламын. Бүгін өріктен банка жауатын боламыз. Өрігімізді әкеліп салып алдық, енді жуатын боламыз. Өрігімізді жуып, ішіндегі дәнектерін алып, ашып саламыз вареньеге. Міне өріктеріміз әдемі, езілмей піскен өріктер. Міне өрігімізді ашып алдық, дәнегін бөлек. Өрігімізді ашып, дәнегін ашып алып жатырмыз. Сап-сары, таза піскен өрік, езілмеген. Бұл дайын болған өрігімізді қазір 2 сағатқа шекерге салып қоятын боламыз. Шекерге салып, бетін жауып қоямыз. Одан кейін дайын болған өрікті қайнатамыз. Міне өрігіміз дайын болуға жақындап қалды. Бір кескен өрікті 2-ге бөліп аламыз. Міне өрігіміз әлі көп. Осылай ашып салу керек бәрін. Қанша жылдам тез істесек, сонша өзімізге жақсы. Әлем жақта өрігіміз көп болып тұр. Өрігімізді ашып, бәрін дайын алдық. Енді бетіне шекер салдық. Дайын болған өрігімізді қайнатып жатырмыз. Қатты қайнап кетпеу керек. Бір қалыпты баяу отта қайнау керек. Сөйтіп шекерін нормальный салып көріп, міне банкілеріміз жауып алдық. Менің каналымнан тіркеліп лайк басып кетіңіз.